Кайырлы күн достар, бүгін сіздерге жасалу жолы өте оңай, кереметтей дәмді болып шығатын пахлаваның рецептісін ұсынамын. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып қойыңыздар. Алдымен жұмыртқаның сарысын ағынан ажыратып аламыз. Бір жұмыртқаның сарысын бөлек аламыз, бұл бізге қамырдың бетіне жағуға қажет болады. Алдымен ұнға сары майды салып, осылай қолымызбен крошка жасап аламыз. Онан соң қаймақ, жұмыртқаның сарысы және сода мен уксусты қосып, жақсылап жұмсақ қамыр болғанша илеп аламыз. Бізде осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын біркелкі масса шығуы қажет. Енді осыны теңдей етіп 3 бөлікке бөліп, тоңазытқышқа 20 минутқа қалдырамыз. Жұмыртқаның ағын миксермен осылай әппақ болып көпіргенше, табаны төңкергенде түспейтіндей, яғни өз формасын ұстап тұрғанша араластырып аламыз. Онан соң қантты 2-3 бөлікке бөле отыра қосып, тағы да араластырамыз. Жаңғақты осылай оқтаудың немесе блендердің көмегімен езіп аламыз. Қамырымыздың бір бөлігін алып, осылай жайып, листқа жайғастырып шығамыз. Жан-жанын кішкене көтеріп, осылай видеодағыдай бортиктер жасап қоямыз. Ақуыздың тең жартысын салып, майдаланған жаңғақты, онан соң қалауыңыз бойынша мейіз салсаңыздар болады. Әрине бұл маңызды емес, барлығы өздеріңіздің қалауларыңызша. Екінші қамырымызды жайып, ортасына қоямыз да, онан соң тағы да ақуызбен жаңғақ мейізді қайталап қойып шығамыз. Үшінші қабатын осылай жайып бетінен жауып шығамыз. Жан-жанын міндетті түрде жабу қажет, болмаса біздің ақуыздарымыз піскен кезде шығып кетуі мүмкін. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, осылай видеодағыдай етіп кесіп шығамыз. Әсемдік үшін жаңғақты қойып шықсаңыздар болады. Шамамен 170 градуста 50 минут пісіреміз. Біздің пахлаваларымыз дайын, дәмі өте керемет, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Балзия ас болсын.